осы деген егінді менен басқа ешкім жинамайды ғой. Не Нурка емес, не Адик емес, не Бектұрсын емес. Айтпақшы, новый деген Бектұрсын деген бала кірді бізге деген. Сол баламен тағы да видео түсіру керек. Как раз ертең 16 желтоқсан. Ертең тағы бір сол Нуркамен, Бектұрсынмен мынаяқта ауылда жителдермен бірге тойлау керек еді, айтпақшы. Соны тойлап ұстау керек еді, не қылса. Ой, мынау желание көтеріп әйтпесе творческийде отырсам просто алынбайды да ше. Әдемі болып тұр да ше, просто егінді ше. Мынау кімдерді де жителдерді ұят жоқ та ше. Бір кім иско жиказ уақыты жоқ, видео түсіреді, ютубер деп шамалы не істеп, жаңағыдай көмектесіп шамалы істеуге болады ғой. Сен егінің бар, сен жина деп қалдырып кетпей. Осындайда ғой адамгершілік деген жоқ қой осы жителдерде. Ертең ғой осы деген неге шақырсам ғой 16 желтоқсанға праздникке. Ұшып келеді бәрі тамақ үшін. Нуркайдың офисімізде әдемі болып тұр. Айтпақшы, офис демекші, офиске обзор түсіріп тастау керек еді. Как раз видео көп түспей шығып еді, көп шықпай жүреді. Соны түсіріп тастайын осыны. Как раз қалтамда нем бар еді, камерам бар еді. Давай анан инвентарь лақтыра тастайық. Сосын біз сандық қалмас, бір жерге сақ болу керек, короче. Кітабын тортикімізге өтіп алайық. Так, ал видеомыз бастайық. Хей, бәріне сәлем достар, сен болғанмен иско достар. Достар, тағы да что-то видео шықпай баратыр. Сондықтан достар, мен видеоны шығардым, короче. Достар, айтпақшы, міне біздің осындай ютхолсымыз бар. Как раз ютхолсқа да обзор жасап көрейінші. Достар, короче, біз деп мен өзім, короче, Нурка екеуміз кеше офисіміз салып едік қой, соған жаңа көрдім да, енді не салып жаңа обзор түсіру керек еді дедім да. Обзор түсірейін деп отыр едім, бірақ ютхолс сіздерге де көрсетпедім да. Ютхолс түсіріп тастау керек. Осындай, короче, достар, бізде кухня. Мына жаққа келесің, мына жақта туалет, ванна, короче. Мына жақта тоже не, андай, короче, кош, гостиной. Сосын мына жаққа келеміз, мына жақта тағы да туалет, ванна керек. Мына жақ Нуркан бөлмесі. Осындай әдемі бөлмесі, маған ұнап болды осынша бөлмесі. Бірақ кірген жерде ұйықтайтын төсегі тұрған қате болды да. Мына жақ айтпақшы орын бос. Бектұрсын деген бала, айтпақшы мен маған не камера қосып тұрған ғой. Сол Бектұрсын деген бала как раз осы жаққа келу керек. Мына жақта бос, осы жарды бірге қосып, мына жаққа ортасына есік жасап, мына жаққа тағы бөлмеге салып от, мына жаққа сол комнаттарыңды қойып, мына жаққа жаңа төсегіңді қойып істеуге болады. Мына жақ өзім бөлмем, достар, енді үшінші этажды өзіме алдым. Мән бермеңіздер, Нурканка. Короче, осы жерде телевизор қарап, PlayStation ойнап отырам. Мына жақта библиотека, короче, кітап оқимын. Мына жақта өзім нем, жаңағыдай қалай айтсам болады, короче, рабочий столым. Мына жақта төсегім, енді шағын ғой, кітапханада осындай гирляндылар тұр. Кеттік енді офиске, ең маңызды. Айтпақшы, мына жақта бізде тағы магазин бар, магазинге де жасап кетейінші. Бірақ достар, превьюға тек офисті қоятын шығармын. Өткен үшеуін қойған мысалы, ыңғайсыздар ше. Короче, осылай кіресің, мына жақта осындай жамып тұрған не, гирляндылар, свет анау-мынау, сосын мына жақта отырасың, мына жаққа кіргенде аяғын сүртесің. Мына жақта толтыру керек әлі, мына жаққа деген жаңағы заттар қою керек тағы да. Не ұрып отырмын достар, көрінбей қалды. Короче, мына жерде оқимын. Достар, ауаны ұрып отыр ма бір нәрсе ғой. Короче, мына жақта киімдер тұр, қате болды ше негізінде магазинде. Не, киім дүкені тұрған. Мына жақтың ортасын ашу керек еді. Короче, достар, осындай магазин. Мына жақта нем бар, короче, нем бар жаңағы. Осы жаққа Нурка екеуміз алма кезек отырып не істейміз, жаңағы
сатамыз. Мына жака енді офиске келетін болсақ, Нуркан офисі. Нуркан офис тоже шағын, әдемі. Осындай, короче. Осындай анау шөптерін до конца аяқтап үлгермей алды. Короче, осылай кіреміз ішіне. Мына жақта білмеймін неге екен, 3 холодильник қойып қойған, еще печкасы жоқ. Сосын мына жақта орындық, тем более орындықта да дым жоқ, мына жақта пустой. Білмеймін не стол жейін деп отыр ма. Достар, мына текстуралар қатып тұр шамалы, ол үшін кешіріңіздер. Сосын мына жаққа келеміз. Мына жақта тоже оның офисі, жаңағы рабочий столы. Мынау да қатып тұр. Короче, кеттік енді. Менікін не істепсек көрсетейін. Менікі сыртын әлі дұрыстап жөндеген, короче, жаңағыдай сыртын істеген жоқпын. Ішіне кірсек, осылай кіреміз. Мынаның бәрі бір жерде негізінде былай жарып бөлініп тұру керек еді. Оны бірақ істеген жоқпын, сосын түсіре бердім. Мына жақта ұйықтайтын жерім. Кітап оқимын, сосын мына жерде жаңағы отырып, мына жерде, короче, PlayStation ойнайсыз. Бәрі қойып тұр, достар, текстур пак. Сосын мына жақта рабочий столым тоже осындай әдемі қылып қойдым, үстінде телевизор бар. Сосын мына жақта ванной, короче. Достар, енді ертең де айтпақшы, кімдермен аликтармен видео шығуы мүмкін. Алик, Ерназар, сосын кім еді? Нұрболат, солармен бірге біз выживание түсіреміз, олардың командасы және біздің командамен. Біз солай шештік, выживание ма, короче, бір нәрсе түсіреміз ертең. Сол Ерназардың командасымен Алидің. Короче, достар, енді осылайынан бітірейін, енді видеоны шағын қылып түсіріп тастағым келді. Ладно, достар, онда сіздермен болған мен Иско, достар, сау болыңыздар.